жұмысқа бара жатырмын. Жұмысқа жаяу барам, өйткені жаяу 15 минуттық жерде. Бүгін ерте шықтым, енді қазір жетіп қалдым, сәл қалды. Мектепте влог түсіре қоюым екіталай. Қайтып келе жатқанда немесе үйге барған соң жалғастырамын. Балалардың бәрін қайтарып, енді журнал толтыруға отырып жатырмын. Одан кейін тағы жұмыстар бар. Қағазбен және мына сыныпты тазалау керек. Қыздар жұмыстың бүгін бірінші күні аяқталды. Қайтып келе жатырмын үйге. Кәдімгідей жұмыстан отвыкла. Демалысқа қатты үйреніп қалыппын. 10 күн болса да, ол да қаншама уақыт қой. Сонымен осылай тағы жұмысқа салды ма деген сияқты ой болады ішінде. Бірақ 2 айдан кейін 3 ай демалысымды ойлаған кезде кәдімгідей бір қуанып қаламын. Қаласа 2 айдан кейін шашты жайып тұрып демалайын деп тұрмыз. Пока что жұмыс істеу керек. Как бы ни было, бәрібір ештеңеден қаша алмаймыз. Жұмыс жасау керек. Осы жұмыс істеген кезде жаңа сыныпта жұмыс жасадым ғой, шамалы 1 сағаттай қағаздармен. Сол кезде бір видеоны көрдім да ютубтан. Шүкіршілік айту туралы. Шүкіршілік айту жай ғана жазу емес, немесе айта салу емес. Бірінші жүрекпен айту керек дейді. Жүрекпен шынайы соған сеніп айту керек. Расымен осы соңғы уақыттарда жалпы жаңағыдай коучтар болсын, психологтар болсын, бәрі жүрекпен деген сөзді қосады да. Мен осы сөздің мағынасын түсіну маған қиын. Жүрекпен деген қалай ол деп. Бәрібір де білмеймін, осы сөзді түсіну мен үшін өте қиын, ол сезімді айтып жеткізу. Мүмкін шынайы қуанған кезіндегі шүкіршілік пе, әлде мұңайған кезіндегі ме, білмеймін. Қыздар кеш батты, шамалы демалып алдым. Жұмыстан кейін енді мына жерде кеше жуылған қыстық киімдер бар еді. Соларды жоғары жаққа салып тастауым керек. Қазір мен соны жасайтын боламын. Киімдердің бәрін салып болдым. Одан кейін шамалы жұмыс жасадым. Жұмысыма байланысты. Енді қазір челлендж бойынша өтіп жатқан әдеттерімді компьютердегі әдеттер тізіміне енгізгім келді. Өйткені алда сәуір айы келе жатыр. Арғы күннен бастап соған керек. Шамалы корректировка жасап, сол әдеттеріме қайта енгізуім керек. Еке мынау сәуір айына арнап жатқан әдеттерге байланысты тізімім. Тек 9 әдет енгізе аламын. Тағы да әрине әдеттерді енгізуге болады, бірақ оны зерттеу керек. Нақты басты 9 әдетті осында енгізгім келіп тұр. Мына жерде проценттері көрінеді. Қанша пайыз орындадың осы айда деген сияқты. Мына жерде мен челлендж бойынша айтқан 3 мақсат. Күніне 3 мақсат қоясың, және соны орындадың ба, қасына белгі қойып шығамыз. Осылай. Жақта апталық әдеттер мен ай сайынғы әдеттер тұр. Қазір осыны жасайтын боламын. Қыздар, мен мына жерде курсымды оқып жатырмын. Және мұнда колесо балансы толтырып жатырмын. Бұл баланс дөңгелегі деп аталады. Әр түрлі бағыт бар. Мына жерде 8 бағыт бар. Осы 8 бағыт бойынша 0-ден 10-ға дейінгі шкалада өзіңнің қазіргі жағдайыңды белгілейтін боласың, қазіргі деңгейіңді. Сосын қандай да бір белгілі бір уақытты белгілейсің да, содан кейін өткен соң әрекеттер жасаймыз ғой. Қай бағытта
көбірек жұмыс жасау керек екенін осы дөңгелек баланс дөңгелегінен байқауға болады. Содан кейін белгілі бір уақыт біткен соң екі баланс дөңгелегін салыстыруға болады. Мен соны жасағым келіп тұр. Осы алдағы сәуір айына музыкаларды ұсынады, осыларды алсаңыздар болады. Немесе өздеріңіздің дайын музыкаларыңыз болса галереяның ішінде, ол кезде файл дегенді мінекей баланс дөңгелегімен жасап бояп шықтым. алатын жерлерде орманда ойнап өткіздік. Алғашқы қысқы демалыс кезінде ақ барлық бала шаңғы тепті. Туған күнге шығып бара жатырмын құрбымның. Бүгін чип мил күні болады. Жұмысқа қарай шығуым керек. Енді сендерге дәл қазір айтуым керек бір нәрсе. Челлендж жайлы. Не деп ойлайсыңдар? Провал. Яғни челлендж басынан дұрыс басталмады. Мен мұны мойындағым келіп тұр. Мен айттым ғой, бәрі идеальный болып, жаңағыдай видеода тек орындалған челлендж кез келген адамда орындалады деп салғым келмеді. Менде қалай болды, дәл солай сендерге айтамын дедім. Енді осы жолы айтқым келіп тұр. Басынан челлендж провал болды. Көп күнделікті қойылған әдеттер мен мақсаттарды мен орындай алмадым. Бірақ челленджді мен жалғастырам деп шештім. Және қайтадан бастап емес. Себебі күнделікті бәрібірде челлендж бойынша жасалу керек әдеттердің бірі екеуі болса да орындалды. Мақсат челленджді қайта бастап, қайта өзіңді кінәлау емес. Мақсат марафон сияқты, яғни күнделікті 1% болса да алға жылжу, күнделікті 1 қадам болса да алға жылжу. Сондықтан мен өзімді күнделікті бір әдетті болса да мен орындадым. Сондықтан мен провал болған менде мен челленджді осы тоқтаған күннен жалғастыратын боламын. Және челлендж басталғанына біраз күн өтіп кетті, бірақ мен стикерлерді қарасам 7-ші күннен тоқтап қалған, яғни 7-ші күннен бастап мен стикер алмағанмын. Бүгіннен бастап әрі қарай жалғастырам деп шештім. Әрі қарай челленджді барынша дұрыс орындауға тырысам. Неге мынау стикерлерім, және мен 7-ші күннен бастап жалғастыратын боламын. Мен жұмысқа шығып бара жатырмын, таңғы 8 болды. Қазір жұмыстың қағазын шығарып жатырмын. Шамалы қағаздар қалған еді. Кеше келген бойдан ұйықтап қалыппын. Сонымен жұмыс жасауға уақыт болмады. Қыздар, менің посылкам келді. Жаңа посттан. Неден? Пиндодадан. Біріншісі уже упаковкасы келіп келді дейді. Мынау біраз не көрген упаковка. Біраз шаршаған упаковка болып тұрған. Ашылып тастаған. Құм. Бірінші рет мұндай упаковканы аттым мен. Не мынау? Әйтеуір еш жері сынбаған сияқты. Не ғой? Мынау жаңа магниті ма? Магниті. Мынаны қосайын десем, өзім зарядкасы өтіп қалған сияқты. Енді жоқ, өтпепті. Несі? Түстері мен интенсивность.
Мен жаңа ғана Pinduodo'дан заттарымды алып келдім. Маған дәл қазір осы покупкам бұл лампа. Бұл мына телефонның артына жабыстырылатын. Қазір мен түрін көрсетемін. Кішкентай ғана лампа. Мінекей, осындай жарық береді. Басқа ешқандай жарықтар қолданып отқан жоқ. Міне сөніп тұр барлығы бөлмемнің. Көрсетілмей жатыр ма? Жарығының бәрі өшіп тұр. Осы лампа түнде өте керемет сияқты. Осыған мен риза болып тұрмын, кәдімгідей қуанып тұрмын. Бұда бір жақсы жері регулировать етуге болады екен. Түстерін болсын және интенсивностін, яғни өте қатты жануын немесе жай жануын. Мінекей, дәл қазір қатты жанып тұр осы түсте. Енді қазір ең жайын көрсетемін. Мінекей, ең жайы міне. Енді бұл теплый түс. Қазір мен түстен ауыстырып көрем. Міне, холодный более теплый. Мына өте холодный цветі. Көк күмбе көп тұр. Жаңағы түсі. Енді осының өзін әртүрлі түске жақындатып, осылай регулировать етуге болады екен. Міне қыздар, жаңағы лампамыз арты магнитке жабысады. Қазір дәл менің чехолымның артына жабыстырып қойдым. Қараңыздар, мына жерде регулировать ететін бөліктері тұр. Мынау түсін регулировать ететін. Камерада дұрыс көрінбейді, бірақ жаңа сіздерге көрсеткен болатын. Міне, мынау қатты немесе жай жануын. Қазір мен жұмыстан келген соң біраз демалып алдым. Енді мына жұмыстан кейінгі шашылып жатқан бөлмені жинап алуым керек. Содан кейін жұмыс бойынша жасау керек шаруаларды реттейтін боламын. Ана жерде өзім шамалы ғана суммада ақшалар жинаймын деп уәде бердім. До конца жиналмайынша ашпаймын деп. Себебі мен өте шыдамсыз адаммын да, бірден ашып қоямын. Енді мынаны ашпауым керек. Соңында бірге ашатын боламыз, бәрі жиналғаннан кейін. Дәл қазір маған бұны ашпауға мотивация осы влог болып тұр. Сіздерге берген уәде. Әйтпесе мен бірден ашып қоям. Мүмкіндік туа қалса ашу керек болып тұрған бір себеп бола қалса бірден ашып тастаймын. Сондықтан сіздермен бірге, Құдай қаласа, барлығы жиналып болғаннан кейін бірге ашу мақсат болып тұр. Аптасына бір рет, 2 рет, кемінде 1 рет салып тұрам. Күнде салғаны дұрыс болар еді, әрине тез жиналар еді. Бірақ қайдам. Бірақ күнне 2-3 теңге табуға болады, негізі. Ең аз сума 2-3 теңге, одан жоғары 500, сосын 1000 теңгеліктер. Мен солай жинауға сондай суммалар таңдадым. Себебі сәл оңайырақ болады. Көп суммадан гөрі. Өзіңді көбірек ақша жинауға үйрету үшін ең бір жақсы әдістің бірі осы сияқты. Яғни аз суммадан бастау. Аптасына немесе мүмкіндік болып жатса күніне де салып тұрған дұрысырақ. адамда просто бір үй жаққа жақындайын да короче. Қыздар, түнгі 11:30 болды. Мен осы дәптерлерді тексеріп, қаптайтынын қаптап түгендедім. Енді дәптер тексеріп болдым. Қазір бет қолымды жуып, сосын ұйықтайтын боламын. Жалпы мұғалімдік жұмысты оңай деген жандар маған срочно хабарласыңыздар. Бұрын
мұғалім әріптерді үйретеді, жаңа бастауыш деймін, әріптерді үйретеді, оқытады, не қиындығы бар деген сияқты әңгімелер еститінмін. Расымен сол кісілерге бір күн мектепке келіп мұғалім болып көріңіздерші дегім келеді. Дегенмен бұл мамандықтың адалдығы өз алдына әрине өте адал жұмыс. Өйткені сен болашақ ұрпақтарға білім бересің, сенің берген білімің ол балалардың фундаменті. Сондықтан да бұл мамандық өте адал жұмыс, құрметті жұмыс. Дегенмен сонымен қатар қиын, аса көп төзімді қажет ететін жұмыс. Сабырлы болуың керек, төзімді болуың керек. Мәселе ол туралы емес, және мына туралы сөзім келіп тұр. Алдында армандар картасын жасағанбыз. Блокнотқа жасадым, өйткені менде бұрын жасаған армандар картам тұр. Және қарадымда бірінші тізім жазып алдым ой армандардың. Сол армандарымның тізіміне қарадым және картаға қарадым. Екеуі сәйкес келетін болып тұрды. Сәйкес келеді екен, сондықтан да мен оны қайтадан плакатқа армандар картасын құрамын деп шешпедім. Керісінше бірінші блокнотты алдым да оған бүкіл арманымның тізімін жазып алдым. Барлық тізімдерді жазып алдым. Содан кейін сол армандар картамды мен блокнотқа орындадым. Неге блокнотқа орындадым? Енді бұл армандарды жүзеге асыру үшін бірінші активация бөлігі бар екен. Арманға қадам кітабынан білдім ол туралы. Активация бөлімінде сенің армандарың тез орындалу үшін және сол армандарды орындауға сен кірісу үшін активация жасау, яғни сол армандарыңды белсендіру. Ол жерде қарапайым бір 3 күннің ішінде орындай алатын бір армандарың болмақ. Ол жерде арман емес, енді қалауларың дейікші. Мысалы, сүйікті кофең, сүйікті тәттіңді алу, сүйікті жерге бару деген сияқты. Содан сол арманға қадам кітабында тұрған активация бөлімінде тұрған суреттердің ішінде мен бір екеуін таңдап алдым. Соның біреуі активия болатын. Мен соны орындадым бүгін. Ол жерде кішігірім активияның суреті болған. Бірден 1 литрін алып алдым. Тезірек армандарым орындалса екен деген тілекпен десе. Әрине бәрі Алланың қолында ғой. Бұл жай ғана әрекетті өзіңді, мына миыңды іске қосу үшін. Сонымен бір арман орындалды. Шіркін осылай тез орындалатын армандар болса, армандарымыздың бәрі. Дегенмен әлде жұмыс жасаймыз, әлде сол армандарымызды жеткізуге тырысамыз. Сендерге де қыздар, армандарың болса, соны жазып, ойлап қана қоймай, оны жазып және орындауға әрекет жасаңдар дегім келеді. Жаңа ғана кофейнядан шықтым. Сөйтіп шамалы жаяу жүрейін деп шыққаннан кейін де үйге жақын жерде паркте жаяу жүріп жатырмын. Енді отырып сіздерге бүгінгі опчалы сөйлескім келіп тұр. Бұл біреулер үшін жай нәрсе болуы мүмкін, бірақ мен үшін өте қиын дүние болды. Не туралы айтқым келіп тұр? Бұл жерде жалғыз өзің кофейняда отыру, өзіңмен кездесуге бару, рилстары трендте болатын. Сондай бір күн сәйкес келіп қалды бүгін. Бүгін сөйтіп кофейняға барып,
шамалы болсын, жаңағыдай обстановканы өзгертіп, үйде мен онсыз да күнделікті жұмыстан кейін үйде жұмыс жасаймын. Осы кезге дейін бірыңғай үйде жұмыс жасадым. Енді хотя бы арасында бір кафенияға шығып, обстановканы жан-жағы айналаңды өзгертіп, сәл басқа жерге барғаннан кейін бәрібір де басқаша бір сезім болады. Сәл болсын шабыт береді да ол жерде сен үйдегідей кроватьқа барып жата қала алмайсың. Немесе рилс шықлап кете алмайсың, дауысын қатты шығарып қойып рилс көре алмайсың деген сияқты ғой. Сондықтан да бұл да бір пайдалы дүние екенін байқадым. Және бірден жалғыз өзің. Бұл жерде маңызды нәрсе жалғыз өзің. Мен бұрын соңды құрбыларыммен бірге барып тамақ ішуге баратын, және жұмыс жасауға да ноутбукпен отырып жұмыс жасауға да құрбыларыммен баратынмын. Ешқашан жалғыз өзім барып отырып көрмеппін. Енді осы жолы бір маған эксперимент болды кішігірім. Сөйтіп өзім барайын деп шештім. Мен өте интровертпін. Бір жаңа нәрсені байқап көру мен үшін өте қиын. Егер мен жаңа бастаманы бастап жатсам, жаңа бір дүние жасап жатсам, әрекет жасап жатсам, онда оған үлкен дайындықпен келдім деген сөз. Ол жерде бір керемет жаңалық жасау үшін емес, жай ғана өзімді, ішкі күйімді дайындау мен үшін өте қиын. Интровертпін, ауытқып кеттім ғой тақырыптан. Интровертпін, енді интроверттерге екі есе қиын да. Өзің барып, өзіңмен өзің отырып жұмыс жасау кафенияның ішінде кәдімгідей қиын. Бастапқыда бағана бардым кафенияларды, бәрін көріп шықтым. Көргенде қалай, ішіне кірген жоқпын. Просто қайсына кірсем екен деп ойланып, жан-жағыма қарадым. Кафения қазір көп қой. Сосын мен бір кафеге кірдім де, ішінде ешқандай отырған адамдар жоқ екен. Сонымен шығып кеттім қайтадан. Содан кейін келесі бір кафенияға кірдім. Қалайда мен жасауым керек, артқа қайтатын жол жоқ. Қойш деп далада жұмыс жасай алмайым бәрібір, сондықтан кіру керек болды. Сонымен бір кафенияға кірдім, онда көп уақыт өттім. Кәдімгідей жұмысымды жасадым. Ол жерде мен ең бірінші жасау керек іс-әрекеттер, ойымда жүрген мынаны бітіру керек еді, мынаны істеу керек еді деген әрекеттерді, тізімдерді жазып шықтым. Содан кейін барып финанстық жағынан бір-екі жоспарларымды құрдым. Одан кейін контент бойынша курс алған болатын. Алдында айтқан, сол курсты аяқтамай жүре беріп, өзі бір қатты ұзақ курс емес, бірақ көруге ерінетін кәдімгідей. Үйде көру маған қиын болатын. Оның үстіне жұмыс күндері, челлендж бойынша өтіп жатқан күндері мен негізі курсқа уақыт бөліну керек болатын, дегенмен ол менде орындалмай жүрді. Бүгін мен шамалы бастапқы бөліктегі модульдерін, яғни бөліктерін көріп тастағанмын. Енді бір жартысы қалған еді. Соның барлығын көріп тастадым. Және көрген ақпараттарымды жазып отыруға тырыстым. Блокнотқа жазып алдым. Енді оларды әрекетке көшіру керек. Сонымен міне бітірген жұмыстарым. Қазір далада отырып, шамалы ойланып, ауа жұтып отырайын, содан кейін үйге қайтатын боламын. Міне лампаны қолданатын кез келді. Білмеймін қандай болып тұрғанын. Қазір жарық қатты түсіп тұр көзіме. Кеш батты. Осыған дейін далада отырдым, сторис түсірдім. Сонымен уақыт өтіп кетіпті. Енді қазір мен үйге қайтуым керек. Бүгінгі күн шынымен керемет өтті. Қуанып отырмын, кәдімгідей бір демалып қалдым. Енді ертеңгі күнді көретін боламыз. Қандай? Спорт деген сөз шығады. Күшті, тамаша жарайды. I still feel the door close even when it's quiet. I still hear. Құсар тек осылай жата бергің келетін кездер болады. Просто так жату. Мына үй таныс па? Тағы да туысқанның үйіне келдім. Бір-екі күн осында болам. Шамалы влогты түсірмегеніме біраз күн болыпты. Бүгін жалғастырам. Біраз контенттерді инстаграмға болсын, ютубқа болсын осында түсіріп алсам деген ой келіп тұр. Мінекей, ол менің інім. Привет де. Привет. Қазір ініммен бірге шамалы танцевальная пауза болады.
Қыздар, бүгін тағы да тосымның үйіндемін. Алдыңғы влогта да осы үйде болғанмын, дегенмен одан кейін біраз уақыттан кейін тағы келіп тұрмын ініме қарайласуға. Енді осында бір 2-3 күндей боламыз. Қазір мен жылдам 20 минутта боянып шығуым керек. Қыздар, бүгін демалыс күні. Әдеттегідей демалыс күні жасайтын дүниелерді мен жасауым қажет. Үйді жинақтап, киімдерімді реттеп, жұмысқа дайындалам. Және тосымның үйінен бүгін келдім. Бүгін жаңа 1 сағаттай бұрын келдім. Енді сол жақтан алып келген киімдердің барлығын реттеуім керек. Сосын жұмысқа байланысты құжаттар мен қысқа мерзімді жоспарлар, қағаздар барлығын дайындап бітуім керек. Бүгінгі жалпы влогты осылай аяқтағым келіп тұр. Влог керемет бір жүйелі шыққан жоқ. Мен жалпы влог ретінде түсірдім. Қай моментте түсіре алатын болдым, сол кезде ғана түсірдім. Сондағы влог түсіріп жүрген кездегідей емес. Қазір бір 3-4 влог ба шықты ғой. Енді уже как-то басқа тақырыптарда влогтар түсіргім келеді. Әрдайым күніңді түсіре берген ұнамайтын сияқты. Көрген адамға білмеймін енді нақты не ұнамайтынын, немесе влог бойынша не ұнайтынын астыға жазып кетсеңіздер, мен олардың барлығын ескеруге тырысамын. Қаншалықты жүйелі шықпаса да бәрібір влогты барынша түсірдім, еңбектендім. Соны түсірген бойынан сала бергім келіп тұр. Ұнамаса да қалай болғанда да бір жан болсын, көретін жан табылар деген оймен сала беремін деп шештім. Бүгін енді влогты монтаждап барынша үлгерсем, бүгін салып жіберсем деген ой болып тұр. Сосын келесі аптадан бастап басқа влогты бастайтын боламын. Барынша енді үйреніп, жүйелі, әдемі, эстетикалық түрде түсіруге тырысам барынша. Әзірге осылай енді бастапқы влогтарым осылай болуы керек болып тұр.